Қызық дүниемен бөліскім келіп тұр. Өздеріңіз білетіндеріңіздей, 2017 жылы мен Ресейде, Мәскеуде сол көзім жұмыс сурет бірінші салдым. Сол Звезда деген редакция жазды сол туралы. Қазақ сурет салып жатыр, көзім жұмып деп, слепой рисует деп. Сосын 18 жылы удивительный людидан таңқалдырдық. Оған дейін де телеарналардан да көрсетіп жүрдік, Қазақ ТВ-дан да көрсеттік. Ол әлемдік деңгейге тарайтын 17 жылдан бастап. Содан бері жаңағы 23 жылы мен Арнау сурет студиясында зағип жандармен жұмыс жасап, солармен картиналар жаздық. 24 жылы мен Медғат Манапов деген Павлодарда бір досыммен келісіп, жаңағыдай сол іс-шара өткізейік, картиналар жазғызайық, зағип жандармен сөйлесе алайық деген едім. Ол келісе кетті да, ұйымдастырғанша дейін мен мына жақта Якутия Саханың министрлері мен культураның жаңағы первая леди дейді ғой, президенттің әйелі, солармен кездестік. Олар біледі, мен алдында да хабарласып жүрдік. Өйткені 18 жылы резонанс туған кезде Ресей ғой, қалай салдың, көзін көрмей, көзін жұмып қалай салуға болады деген сияқты, слепой как можно деген сияқты сұрақтармен таңқалды ғой бәрі. Сосын жаңағындай қазір көз көрмейтін адамдармен жұмыс жасап жатырмыз, солар картина жазып жатырмыз деп әңгіме айтпаймыз ба? 24 жылы көктемде. Содан кейін жазда Ақсу қаласында мен 24 жылы көрме өткіздік. Сәбит Дөнентаев атындағы мәдениет сарайында көз көрмейтін зағип жандармен. Сосын 25 жылы Қасаңат галереясында көрме жасадық. Қосымша Павлодар өңірлік облыстық бейнелеу өнері мұражайында да көрме жасадық. Енді біз тұңғышпыз деп сөйтіп жүрсек, сол жаңағы Якутия сол 25 жылы, 24-те мен бірінші жасадық қой енді Ақсу қаласында. 25 жылы бізбен қатар Қасаңатта біз өткізсек, Алматыда Қасиев музейінде олар зағип жандардың көрмесін өткізіп қойыпты. Сол кезде текке айтқан екем, сол көз көрмейтіндермен жұмыс жасап жатырмын деп, таңқалатын нәрсе деп, олар да таңқалып сөйтіп еді. Қазір соны пайдаланған деп ойлаймын. Өйткені басқа не, енді бүкіл анау мәдениет министрлері, сонда культураның суретке қатысты адамдардың бәрімен сөйлесіп, соны айтылған дүние ғой енді. Және де первая леди бар, ол да біледі жаңа мен көзімді жұмыс сурет салатынымды, жаңағыдай сол зағип жандармен де жұмыс жасайтынымызды. Дегенмен де енді бізде қолдау қатты бола алмады, қатты жарнамаламадық. Негізі қалай дегенмен де біз біріншіміз ғой, Қазақстан бірінші, осы зағип жандармен шығып жатқан, дегенмен де Қазақстанда тем более бірінші болдық біз. Сол енді ойланып отырмын да, біз 24-те де жасадық, олар енді 25-те шығып отыр да мында. Сонда қалай қызық болған екен? Олар бірінші ба, біз біріншіміз ба деген сияқты. Солар жаңағы оларға тек айтқан екем, сол көз көрмейтіндермен жұмыс жасаймыз деп. Сөйтіп ойланып отырмын.